Сәлем достар, бүгін бізде мына видео сабақта тайм-код ол бізде видеомыздың астында жүретін секундомер уақыты. Тайм-кодты қолдану үшін біз бірінші таймлайнға қосамыз, мышканың оң жақ батырмасын басамыз, новый элемент, прозрачный видео. Менде осындай настройкамен 24 кадр секунду. Осы прозрачный видеосын ішке әкелеміз. Видеоның ұзындығымен қоямыз. Қойғаннан кейін бізге керек эффекты вкладкасына кіріп, видео эффекты, видео, тайм-код. Осының настройкасын элемент управления эффектіне кіреміз. Бұл жерде бізде көрсетіп тұр. Тайм-кодтың біздің жерде басынан қойғызуға болады. Мысалға мына галочканы басып, символ поле. Символ поле деген біздің нүктеміз. Мына шетіндегі нүктемізді алып тастауға болады. Непрозрачность міне осындай. Бұл бізде видеомыз секундомер артындағы қара сызығы. Оны бізге алып тастап, размер мысалы үлкейеді, кішірейеді. Және де бізде клип, мысалы медиа контент, создание и клип. Біз создание қосамыз. Және де бізде тағы мына жерде неше түрлі кнопкалар бар. Мысалға мына жерде бізде көрсетіп тұрады, мысалы қай секундтан бастап нешеден бастауға болады. Мысалға 20-дан бастауға болады. Әрі ойнай береді. Бірақ мысалға әркімге әрқалай өзінің настройкасына қарай, немесе өзінің ыңғайына қарай. Біз мына жерде 0 қоямыз. Видеоның басына қоямыз. Мысалға 2-3 камерамен жұмыс істегенде оператор мысалы сұрайды, бұл мысалы қай камера, бірінші немесе үшінші камера. Сол кезде немесе камера 2, камера 3 деп қоюға болады. Ал қазіргі біз настройкада нет басамыз. Исходная маска міне видео 1, видео 3. Ол кейін түсіндіріп жатармын. Әзірге ең керек деген настройкалар осы. Размер мысалға осында үлкейтуге болады. Үлкейту, кішірейту болады мысалға. Немесе кішірейту. Так, положение мысалы асты-астыге, екі жанға. Мысалы біз мына шетке қоямыз. Непрозрачность нөлге қоям. Және де біздің видеомыз әсерлі болу үшін, мысалға видеомызға өзіміздің аудио жолымызды қойғызуға болады. Оған керек деген трек, саундтрек бүгін қойғызуға болады. Тағы қоса айтарым, тайм-код бізде мысалға көрсеңіз болады. Мысалға мына жердегі уақыт пен мына жердегі уақыт бірдей болып көрсетіп тұрады. Егер де біреуге мысалға монтаж керек болса, монтаж істеп отқанда 16 секундта немесе 17 секундта мына фрагментті алып таста дегенде, мүмкін мына жерге көздеріңіз түспеуі мүмкін. Мына төменгі жағындағы видеоның секундасына немесе клиентқа мысалы уақытымен көрсет дегенде, осындай тайм-кодты қойып жұмыс істеуге болады. Видеомыз әсерлі болу үшін, мысалға мына видеомызға киношный эффект қосуға болады. Бұл өзімізге және әсерлі болады.
және де өзімізге әдемі болады. Ол үшін эффекты, видео эффекты, преобразовать, обрезать. Видеоға саламыз. Және де сверху вон, снизу вон. Алғашқы нұсқаға қарағанда бұл видеомыз әдемі көрінеді. Және де мына тайм-кодты машина қалай қозғала алсайды, сол жерден қосақ болады. Сонда бізде осындай видео болады. Және де бұл видеомызға керек деген саундтректі былай қоссақ болады. Көріп тұрғаныңыздай, видеомыздың кішкене алғашқы нұсқасына қарағанда әдемірек болып шықты. Егер бізге видеомыздың дауысы, аудиосы қатты резко басылады дейді ғой, орысша айтқанда. Қатты басылмау үшін аудиомыздың осындай командалар арқылы әсерлі қылып істеуге болады. Ал енді толық нұсқасын көрейік. Енді соңғы жағын артында көрейік. Осылай аяқтаңыздар болады. Әрине, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар.